2013 жыл. Осы жылы Скотт Коутон деген ағай Чиппер және ұлдары деген ойынды жасайды. Бұл ойынды ойнаған адамдар, ол ойындағы кейіпкерлер өте қорқынышты дейді. И сол кезде Скотт ойланады. Кішкентай балаларға арналған ойын үлкендерді қорқытса, хоррор ойын жасасам не болады деп ойлайды. И осылайша 2014 жылы Бестон Фреддимен деген ойын пайда болады. Иә, дәу кафеде тек 5 роботпен өзің жалғыз қаласың. Бірақ кайфыңды бағанағы 5 робот құртады. Иә, 5 киборг-убийца саған қарсы, әрқайсысы әр шеттен. Біреу жүгіріп келеді, біреу ауадан пайда болады. Ең қиын ол мынау. Ең қызығы бұның бәрі бірінші бөлімде. Екінші бөлімде уже саған 11 темір ешақ қарсы. Бұл бөлімде есік жоқ. Оның орнына аюдың басы. Осы масканы кисең барлығы саған тиіспейді. Тіпті сол аюдың өзі саған тиіспейді. Дебил. Бірақ бұл маска екі робот алданбайды. Ол түлкі Фокси және қуыршақ. Біреу тоқтату үшін оның бетіне жарық шашу керек, ал қуыршақты тоқтату үшін оны мелодиясын тоқтатпау керек. Егер тоқтатсаң, саған қана. Үшінші бөлімде сені тек бірақ аниматроник өлтіре алады. Оның аты Спрингтрап. Бұл робот емес, бұл адам, костюмнің ішінде қалып қойған адам. Одан басқа саған фантомдар шабуылдайды, бірақ олар сені өлтірмейді. Олар тек системаны құртады. Олар типа как елес, сенің көзің елестеп жатқан. Олардан қорғана алмайсың, тек Спрингтрапты дыбыспен қуып жібере аласың. Ал төртінші бөлімде дыбыс та жоқ, камера да жоқ, маска да жоқ, короче, тек есікті жап. Аниматрониктар бұл бөлімде ебать қорқынышты. Міне. Бұл төртеуін қойшы, вот мынаны қарсайшы. Бұл алыптың аты Фредбер. Тағда Фредбердің нигер түрі бар. Бірақ ол қорқынышты емес, сонша қатты тек скримерді оның бетін көрсетеді, бірақ әр түнде сен мына малолетний дебилмен ойнауың керек болады. Ол мына сызыққа отыру керек. Енді 5-ші бөлімге келетін болсақ, бұл бөлімде маған нағыз темір өлтіргіштер жабылады. Сыртыда темір, ішінде вообще спагетти. Ебать, невеле ақшаның бәрі мынаған кетірген ба? Басқа бұл бөлім жайлы түк айта алмаймын. Келесі бөлімге келеміз. Соңғысы 6-шы бөлім. Бұл бөлімде өз кафеңді ашасың. Заттар аниматрониктер аласың, короче, бизнесменсің ғой, короче. Бірақ бір сәтте кафенің шетінде 3 роботтар табасың және олармен сөйлесесің, олармен түн өткізесің. Бұл бөлімде саған 3 темір ешақ қарсы. Олар Скрабтрап, Скраббейби және Лефти және Молтон Фредди. Бұл бөлімдер шейін жаңартылып жасала бермеген. Бұл өте керемет сюжет құрайтын ойын. Айтпақшы, сюжет. Әрине бір отбасы өмір сүріпті. Пахан, который күлгін, Махан, который белгісіз, что-то вообще оны көрсетпейді бізге. И балалары. 2 бала және 1 қыз. Бұл оқиғаның бәрі ескі жылдар болатын. 1983 жыл басталды. Ол оқиғада Пахан және оның досының балаларға арналған кафесі болған еді. Бұл кезде мына 4-еу жоқ, тек мына 2-еу. Бұл роботтардың бір қызығы болатын. Оларды киіп алуға болатын, болмаса әшейін қоя салуға болады. Бірақ бұл киімдер өте қауіпті етін. Себебі киімнің ішіне пружина бар. Егер ол пружина бір нәрсе тикпетсе, олар қысылысып, ішіндегі адамды өлтіріп тастайтын еді. Короче, бұл сюжетке өте маңызды. Короче, сюжетке қайтадан келейік. Ең кішкентай баланың аты Кэссиди, оның ағасы Майкл өзінің достарымен қызық үшін Фредбердің аузына салады. Бұл есічо мына дәу алып робот. Бля, қай жер қызық түсінбедім. Фредбердің аузын жабылады. Осылай Кэссиди комаға түседі. Ол комада жатқанда оның түсіне қорқынышты роботтар түсе бастайды. Если что, бұл 4-ші бөлім. Бірақ бұның бәрін шыдай алмай ол өледі. Осыдан кейін мына ескі құстыларды жаңаға ауыстырады. Уильям псих болып кетеді. Ол балаларды Спринг Понидың киіммен алдап өлтіре бастайды. Ол бұл аз екенін түсініп, жаңадан роботтар жасайын деп ойлайды. Содан кейін походу 5-ші бөлімде басталады. Осы бөлімде Уильям ұстап алу режимі бар 5 роботты жасап шығарады. Бұл функцияда ең бірінші болып Уильямның қызы Элизабет тексеріп көреді. Ол костюмнің ішіне қайтыс болады. Дәл сол күні кафе ашыла салып, сразу жабылып қалды. Бірақ оның жаны роботтың ішіне қалып қойды. Содан кейін 2-ші бөлім басталады. Ескі пиццерияны қайтадан ашады, бірақ жаңартылған роботтармен. Ал ескілерін болса қосалқы бөлшектер бөлмесіне жіберіледі. Бірақ бұл пиццерияда ұзақ тұрмайды. Компания пиццерияны қайтадан ашады. Бұл 1-ші бөлім. Бұл бөлімде ескі роботтар біраз жаңартылып қоя салады. Балалардың жаны әлі ішінде екен. И олар күзетшіге тисе бастайды. Ал күзетші болса жай адам емес, ол Майкл болатын. Уильям роботтардың жүріп жүргенін көріп, оларды балтамен сындырып тастайды. Роботтардың ішінде жатқан жандар шығады да оның артынан қулай бастады. Ол ескі Спринг Пони жатқан бөлмеге барып, оны киіп алады. Ол жандарға қарап күліп тұрғанда су тамшысы
Сол кезде Майкл 5-ші бөлімдегі жерге барып өзінің қарындасын Бейбидің ішінен шығарғысы келеді, бірақ ол оны алдап өлтіріп кетеді. Өзін және басқа роботтарды сындырып, бір робот құрап шығарады, оның аты Эннард. Эннард Майклдың ішіне кіріп алады, сол жерден шығып кетеді. Бір сәтте ол Майклдың денесін тастап құбырға қашып кетеді, бірақ Майкл өлмейді. Ол бұрынғы әкесінің досы Генриге қоңырау шалады. Оған не болғанын айтады. Генри ескі аттракционға жұмысқа тұрады. Ол жақта Спрингтрапты кездестіреді. Ол бұрынғы Уильям. Ол енді сөйлей алмайды, жүрсе қозғалса да денесі ауырады. Сол бөлімде Спрингтрап сол жерді өртеп, сол жерден қашып кетеді. Содан кейін Майкл және Генри кафе ашады. Оған роботтар жинап алады. Бір сәтте кафенің жанынан роботтар пайда бола бастайды. Ол Скраптрап, ол біраз өзгерген Спрингтрап, бірақ қол жоқ и бір құлағын сынған. Лефти, ол қуыршақ ұстауға арналған механизм, және Молтон Фредди және Скрап Бейби. Бұл екеуі Эннардтың бөлінген түрлері. Бейби өзіне басқа дене жасап алады, ал қалғандары Молтон Фреддиға айналады. Осылай бәрі жиналғанда олар кафені өртеп жібереді. И барлық роботтар өледі. Осылай ойын аяқталады. Өте қызық, өте қорқынышты. Ойын осылай бітеді. Қалған 3 бөлімі уже басқа бөлім. Давайте осылай видеоны аяқтайық. Сендермен Олжас, Тоқбай, сау болыңдар и тағы бір нәрсе айтып кетейін. Мен әрдайым ораламын.